Сәлем қыздар. Қыдыруға шықтық. Мен үй жинауды бастап кеттім. Алдымен қызымыз екеуміз ойыншықтарын жинадық. Қызым мен сияқты орамал кием деп орамал осылай кигізіп қойдым. Видеодағыдай тез комнатаны жинап тастадым. Сосын кухняны тазаладым. Мен бірінші бұрыш-бұрыштарды, столдың астын, барлық шет-шеттерді бірінші қолмен жуып шығам. Сосын орта жағын швабрамен жуамын обычно. Барлық жақты жинап, жуып, шаңды сүртіп, кешкі асқа кірісіп кеттім. Мына жерде теркадан пиязды өткізіп фаршқа салдым. Тұз, перец по вкусу саламыз. Қыздар өз отбасыңызға ыңғайлап жасайсыз ғой. Қанша фарш кететінін, қанша продукты кететінін өзіңіз білесіз. Мен соус дайындап жатырмын. Кинза, укроп, чеснокты турадым. Чеснокты теркадан өткіздім. Тұз салып, 3-4 қасық сметана салдым. Картошканы жұқа етіп тураймыз, помидорды жұқа етіп тураймыз. Ыдысымызды жақсылап майлаймыз жан-жағын. Фаршты осылай әдемілеп жайып шығамыз. Үстіне қызымызбен бірге картошканы жайдық. Қызым көмекші. Тұздап, жаңағы жасаған соусымызды жағып шығамыз. Үстіне помидор қоямыз. Помидордың үстіне тағы да фаршымызды жағамыз. Фарштың үстіне қалған картошка, қалған соусымызды жағып, духовкаға 40-50 минутқа 200 градусқа қоямыз. Фольгамен жабуды ұмытпаңыз. Піскеннен кейін сырды теркадан өткізіп, бетіне осылай сеуіп шығамыз. Духовкаға қайтадан ерігенше қоямыз. Бұл тамақ өте сочный, дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Мен құрбымның қызы 1 жасқа толып жатыр. Соған біздің сыйлық. Қазір доставкамен жіберем. Подружкасына апарайын деп отыр. Жүр қалаға. Жаңа магазинге барғанбыз. Қызыма мынандай ойыншық алдым. Ода посудалар бар, бірақ олар кішкентай майда ештеңе сыймайды. Сосын менде мынандай қазан, кастрюлялар бар ғой. Соны көреді, тоже қызығып ойнағысы келеді. Соған осындай игрушка алдым. Сосын 2 трусик алдым. Кейін бізде краска, кисточка бар. Бізде стаканчик жоқ болған, мынандай стаканчик. Қыздардікі жоқ болды, енді машинкамен. Ничего страшного. И магазиннен, детский магазиннен пюрешкалар алдым. Мен қызым осындай агушаларды кейде сағынып жейді, кейде вообще жемей қояды. Йогурттарды солай. Кейде сағынып, прям күшті жейді, кейде вообще жегісі келмей қалады. Тояды ғой деймін соған қарағанда. Подарок. Мә. Аш. Отыр да аш. Вау. Аш шығар. Күшті ма? Не бұл? Шелек емес, бұл қазан, сковородка. Күшті, е? Енді тамақ жасайсың ба? Аш.
Iya, Del'diki. Biz bugün подружкамның туган күнүнө келдик. Алматыда у Афанасича деген ресторан бар. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Келесі видеода кездескенше лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, подписка жасаңыздар. Пока!